Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күлшелі пиццалар пісіреміз. Ең алдымен жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы жақсылап араластырамыз. Сұйық май, ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр үйлеп аламыз. Өзіме ыңғайлы болғандықтан алдымен осылай қасықпен араластырып, кейін қолымызбен жұмсақ етіп илеп аламыз. Жұмсақ етіп илеп алдық. Енді пакетке салып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қалдырамыз. Неке қамырымыз көтерілді. Енді қазір ұзынша етіп аламыз. Не осылай. Бөлектерге бөліп аламыз. Міне осылай дөңгелек күлшелер жасаймыз. Енді барлығын осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Барлығын осылай дөңгелек етіп жайып алдық. Енді ішіне салатын салмасы ол өз қалауларыңызға байланысты. Колбаса, сыр, кетчуп пен майонезді осылай араластырып аламыз. Сырдың өзінен жасасаңыздар да, немесе еттен жасасаңыздар, фарштан. Қандай салманы қалайсыздар, солай жасап алуларыңызға болады. Неге барлығына бірінші кетчуп пен майонез араластырып жағып алдық. Неге бірінші колбасасын, сосын бетіне сырын. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Кішкентай пиццаларымыз дайын болды. Иісі тамаша. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге рецептін қалдырамын. Неке қараңыздар, жұмсақ. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.